Қайырлы күн достар. Мен Ақтөбе автожол колледждің кітапхана меңгерушісі Салауатова Жанат Қайырбек қызы. Елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты біз үйдеміз, карантин уақытын тиімді пайдалану үшін кітап білім бұлағы демекші, мен сіздерді кітап оқуға, кітаптан нәр алуға және рухани азық жинауға шақырамын. Тарих беттерін парақтасақ, биыл Ұлы Отан соғысының аяқталып, жеңіске жеткеніне 75 жыл толып отыр. 9 мамыр ұлы жеңіс күні қарсаңында Ұлы Отан соғысы тарихынан сыр шертетін, бізге бейбіт өмір сыйлаған батыр бабаларымыздың ерліктерін баяндайтын кітаптарды оқу, олардың ерліктерін еске алу, олардың рухына тағзым ету баршамыздың парызымыз. Ұлы Отан соғысы 20 ғасырдың ең үлкен қасіреті. Бұл соғыс әрбір отбасына үлкен қайғы әкелді, жүрекке жара салды. Ұлы Отан соғысына 1.200.000-нан астам қазақстандықтар аттанды. Әрбір екінші қазақстандық майдан даласынан оралмады, ерлікпен қаза тапты. Бұл соғыста ұлы жеңіске үлес қосқан қазақстандықтар өздеріне лайық атақ дәрежелерін алды. 530-дан астам қазақстандықтар Кеңес одағының батыры атанды. 124 қазақстандық даңқ орденінің иегері болды. 9 қазақстандық халық қаһарманы атағын алды. Ерлік елге мұра, ұрпаққа мирас. Біз бейбіт өмір сыйлаған батыр бабаларымыздың қаһарман ерліктері ешқашанда ұмытылмайды және ұмытпаймыз. Батырлардың ерлігін, даңқын асқақтату, насихаттау әрбір адамның парызы деп білемін. Назарларыңызға рахмет.